Қайырлы күн, мен Ахмет Байтұрсынов атындағы мектеп гимназиясының 9 сынып оқушысы Өміртай Ажан. Менің жобам тақырыбы мектеп ауласы ландшафтық дизайны. Мақсатым мектеп ауласын шағын экожүйеге айналдыру үшін ландшафтық дизайн жасау. Міндеттері: мектептің қазіргі ландшафтысын талдау жасау, мектеп ауласының ландшафтысын түрлендіру үшін аймақтан бекіту, біздің аумақтың климатына төзімді өсімдік түрлерін зерттеу, мектеп ауласының ландшафтысын дизайнын компьютерлік графика арқылы жасау. Ландшафтық дизайн – бұл жай ғана аумақты көгалдандыру немесе эстетикалық сұлулық жасау емес. Бұл адам әрекеті мен табиғаттың тоғысқан жері. Сондықтан оның қоршаған ортаға тигізетін әсері өте зор. Ал мектеп ауласындағы ландшафтық дизайн оқушылардың дамуына, денсаулығына және оқуға тікелей әсер ететін белсенді білім беру және тәрбиелеу ортасы болатынын сенім мол. Ландшафт дизайн тарихы. Ландшафт дизайн тарихы Ассирия және Вавилон мемлекеттері гүлдеген кезден басталады. Әсіресе Вавилонның асыл бақтары әйгілі болды. Олардың оңтүстік сарайының ауласында Навуходоносор жасаған бақшалар биік террастар қатары болды. Негізгі бөлім: биология пәні мұғалім жетекшілігімен мектеп аумағының экология жағдайына баға бердік. Әдемі көлек өрнектеп басталады, ал әдемі аула қағазға сызылған эскизден басталады. Сол себепте мен мектеп аумағының ландшафтық дизайн компьютерлік графика арқылы әзірледім. Дизайнды дайындауда мектептің жалпы аумағына зерттеу жасадым. Ландшафт дизайны қажеті және біздің жерімізге ыңғайлы өсімдік түрлері. Қазір жай ғана ыдысқа отырғызылған гүлзарлар. Бұл біз мектептің ауласында өсіп тұратын өсімдіктер: шалфей, петуния, арша, жапон спиресі, шырша. Осы өсімдік түрлері таңдап алынған соң мен компьютер арқылы мектеп ауласының ландшафтық дизайнын графика арқылы әзірлеуге көштім. Ол үшін Google-ға кіріп Tinkercad деп аталатын сайтқа кіріп жұмысымды бастадым. Tinkercad 3D дизайнына электронды компоненттермен жұмыс істеуге және бүкіл әлем бойынша 50 миллион астамы адамға сенім артатын бағдарламалық кодты жасауға арналған тегін веб-бағдарлама. Tinkercad арқылы осындай мектептің ауласын жасадым. Бұл біз ескерткіш Ахмет Байтұрсынов атындағы жандарында өсімдіктер өсіп тұрады. Tinkercad элементтерін пайдалану мектебіміздің мынандай болашақ дизайнын жасадым. Бұл жерде мен Tinkercad приложение арқылы элементтер мен графиктар